Я Расулулла дейді, менің көзім көрмейді дейді, көр соқырмын дейді. Намазға келе жатқанда кейде сүрінемін дейді. Үстім бұлғанып қалады дейді. Намазды үйде оқысам бола ма дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, үйіңе азан естіле ма, я Абдулла дейді. Естіледі дейді. Онда мешітке келіп оқисың дейді. Соқыр адамға қараңыз. Біз аяқ қолымыз сап-сау жабысып қалды ғой деп отырмыз да. Соқыр адамға мешітке келіп оқисың дейді. Азан естіле ма, я дейді, мешітке оқисың. Абдулланың үйінен дейді, мешітке дейін арқан тартып қойыңдар жіппен дейді. Абдулла соны ұстап келіп отырсын дейді. Қараңыз, бір күні Абдулла Умар Мактум келеді да, я Расулалла дейді, мына қолым жылып кетті ғой дейді. Аллаға деген махаббатын қараңыз да, мына кісінің Аллаға деген махаббатын қараңыз. Я Расулалла, мына қолым жылып кетті ғой дейді. Сөйтсе, кәпірлер Абдулланың жібіне пышақты жүзімен, шишаны жүзімен байлап қойған екен да. Соны ұстап келе берген. Намазға деген махаббатын қараңыз, ұстап келе берген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ана қолды қойды да жылап жібереді. Я Абдулла, қалайсың ба? Қазір дұға етшім дейді. Көзіңді ашат дейді, осы дүниеде дейді Алла тағала. Қалайсың ба? Жәннатта ашылғанын. Сонда Абдулланың махаббатын қараңыз Аллаға деген. Я Расулулла, мына жалған дүниені қайтемін мен. Дұға етші Алла тағала менің жәннатта көзімді азиз қылып ашсын дейді.